Достар, бүгінгі видеода біз сіздермен аюдың денесін біріктіретін боламыз. Ол үшін осындай ине керек болады. Жуалдыз ине болса да бола береді. Менде бірақ осындай тоқуға арналған пластиковый ине бар. Осы инемен негізі удобно тоқыған. Өйткені жібі еш жерге жаңа кірмейтін болады, ұсталып қалмайды. Сол себепті осындай пластиковый ине алып алсаңыздар да дұрыс болады. Өйткені көп жерге тоқитын адамдарға осындай пластиковый ине көп жерде қажет болады. Ал ендеше басын қалай біріктіреміз? Кез келген жаңа денесін басынан алып, мінекей мына жіпті мына жеріне кіргіземіз. Кіргізіп шығарамыз. Одан кейін астыңғы денесінің де осылайынан астынан, үстінен, каждый мына арасына, мына ілмектердің арасына кіргізіп, жіпті жақсылап тартып, аяғына дейін басын біріктіріп, осылайынан алып келесіздер. Мінекей достар, айландырып, біріктіріп алып келдім. Енді осы шекте мына арасынан мына жіп қалды ғой, осы жіпті ішіне қарай кіргізіп жіберу керек. Оны қайтып жасаймыз. Бірінші жіп сөгіліп кетпес үшін бір-екі рет іліп алуымыз керек. Ол үшін бізге крючок керек. Кез келген жәндегі бір жіптен осылайынан бір-екі ілмек қылып аласыздар да. И мына жіпті ішіне қарай кіргізіп жіберу керек. Ол үшін бізге мына крючоктың көмегі керек болады. Міне. Енді мына қалған жіпті ары қарай тағы да кіргізіп денесіне тығып жібереміз. Сол кезінде жібі сөгілмейтін болады. Басы осылайынан бірікті. Енді қолын, құлақтарын біріктіретін боламыз. Қолын, аяғын тікпестен бұрын примерно жаңа мұрнын, құлағын тігетін осы басынан бір өздеріңізге қолайлы жерін таңдап алыңыздар. Содан кейін аяғын, қолын жаңа біріктіретін боламыз. Мінекей достар, енді қолын біріктіретін боламыз. Міне. Мен бір қолын біріктіріп алып келдім. Енді екінші қолын біріктіреміз. Екінші қолын осылайынан денесіне қойып көресіздер. Примерно алды мен артын салыстырып, екі жағы бірдей болу керек. Примерно бір денесін. Мен примерно осы шекте қойсам ба деп тұрмын. Енді оны жаңа жібін ұзынырақ қылып алуымыз керек еді. Маған сәл ыңғайсыз болып жатыр. Бірақ енді біріктіруге болады. Енді бұл жіптің өзі негізі жеткілікті. Так, мен жібім себебі аз болды да, қалған жіп болатын. Сол себепті мен көп ұзын қалдырған жоқпын. Өйткені маған жіп жете ма, жетпей ма деген сияқты кішкене қорқыныш болды. Менде сол себепті аз алып қойыппын. Сіздер егер де енді тоқып бастасаңыздар, көбірек алуды ұмытпаңыздар. Так, енді біріктіруді бастаймыз. Астыңғы денесін емес, жаңа біз біріктірдік қой, мойын басының жібінен алған дұрыс болады. Бас көп жастырма, мына примерно басындағы жіпке біріктіреміз. Басының ең соңғы мойны болып саналады, сол жіпке біріктіре бастаймыз. Так. Шығарып денесіне кіргізетін боламыз. Денесінің астыңғы жағынан шығарамыз. Маған сәл көрсеткен ыңғайсыз болып отыр. Енді сіздер бұл жерде бір қатып қалған қағида жоқ, былай тік деген. Тек мен соңғы жағында жібін жасыратын кезде көрсетіп жіберейін. Негізі қолын
Енді тіге алғандарыңызша қатты болып жұлынбайтындай қылып тігіп шығасыздар ғой. Ол жерде бір қатпаған былай тік деген ереже жоқ. Просто маған камераға мынаны сәл біріктіріп көрсеткен жібін тартқан ыңғайсыздау болып жатыр. Примерно кәдімгі қолын біріктіріп осылайынан мына арасына кіргізіп, мына денесінен мына бір жерін көрсетіп жіберейін. Астынан біз денесінен шығардық қой. Не үшін шығардық біз? Себебі осы жерін көрсетіп жіберейін. Мынау денесінен шыққан жіптің мынау қолының бір қол аяқталған жерде бірінші астыңғы екінші қатарынан шығарыңыздар. Міндетті түрде біріктіріңіздер сол жерінен, өйткені кішкене сөбізе қаттырақ бір денесіне бірігеді. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Мен денесіне осылайынан бірігетін болады. Сосын ары қарай тағы да 1-2 жіп жасайсыздар да, одан кейін жібін кіргізетін боламыз. Ал мен қазір аны алып қаттырақ тартуым керек, сіздер ұмытпаңыздар. Мен көрдіңіздер ме? Мен жібім кішкене қатты тартылмай тұр, маған камераға ыңғайсыз. Сол себепті қазір мен алып қатты тартып алып келемін. Сіздер де қатты тартып тігіңіздер. Так, мінекей. Мынаны біз денесіне мінекей біріктіріп алып келдім. Мен қолы қатты болып бірігіп тұр, жұлынбайтындай. Енді осы жіпті денесінен кіргізіп жіберуіміз керек. Кесіп алып тастауға болмайды, себебі сөгіліп кетуі мүмкін. Мынаны денесінен кіргізіп 1-2 тағы да ілмек алып жіберу керек. Осылайынан алдық та енді осы жіпті денесіне жасырып жібереміз. Денесіне кіргізіп жібердік, енді жібі шығып сөгіліп кетпейтін болады. Сол себепті денесіне тығып жібереміз, жасырып. Енді құлағын, мұрнын тігетін боламыз. Достар, мінекей қараңыздар, қолын біз біріктірдік. Енді құлағын, құлағын мен біреуін біріктіріп қойдым. Құлағын қараңыздар, қалай біріктіреміз. Мына басынан алған кезде мені 1, 2, 3, үшеуден кейін мен 4-шісінің бойына инемен қадап қойдым. Дәл екінші құлағын да солай 1, 2, 3, 4-шісіне мінекей қадап қойдым. Мен уже тігіп қойдым. Құлағын осылайынан жиырып тіккен әдемі көрінетін сияқты менің ойымша. Сіздер енді былайынан ашық қылып былайынан тіксеңіздер болады. Мен қазір мына құлағын бүйтіп жиыратын боламын. Сол себепті маған осылайынан әдемі болып көрініп тұр. Сіздер былайынан ашық қылып тіксеңіздер де болады. Ал енді мінекей инемен қадап қойдық. Енді осыны қалай тігеміз? Инемен алдық. Кіргізіп аламыз да, так. Мына жіпті қараңыздар, мен сияқты жиырып тігетін болсаңыздар, мына құлақтың шеті бар ғой, мынау. Мінекей 2 шеті болады ғой, мына жібім мысалы мына шетіне жақын тұр маған. Сол себепті мен осылайынан мына жіпті шетінен шығарамын да. И шығардым, осыны мына ішіне қарай тартуым керек та, мен сол себепті мына ине қадалып тұрмын, мына ішкі жағына қарай мен тарту үшін. Так. Мінекей, көрдіңіздер ме? Мен тартқан кезінде мына жағы тартылды. Осылайынан шығарамын, одан кейін мына кіргізген жерде мына құлақтың қайтадан мына бас жағын тігіп жатырмық қой біз, сол осы жағынан кіргізуім керек. Мінекей, кіргізіп шығардым. Мына инені алып тастасақ та болады уже. Так, енді жақсылап тартып, одан кейін арғы бетін екеуін беттестіріп, мінекей. Так. Мінекей, құлақтың арғы бетінен шығардым. Жіпті жақсылап тартып отырасыздар. Одан кейін арғы бетінен алған кезде енді басына кіргізіп бір ряд. Мына келесі рядтың басына шығардық. Енді қайтадан мына құлақтың инені алып тастасақ та болады. Екі бетінен бірден шығаруды ұмытпаңыздар, екі құлағымын. Екі беті ғой, біз біріктірмеген едік қой, мінекей. Екі бетінен де бірақ шығардық.
Енді мына басына кіргізіп шетінен жоқ, мына шетінен емес, шығардық. Енді мына құлақтың мына шетін тартуымыз керек. Ол үшін мен бұрышынан шығарамын да, и ішіне қарай, ішіне қарай кіргіземін. Құлағы тігілді. Мына жағынан енді мына жіпті мына бұрышынан шығарамыз да. Тағы да мына ортасына қарай тартып, арғы бетінен уже артқы жағынан жіпті шығардық. Мінекей, сонда құлағы осылайынан тартылып тігіледі. Енді мына жіпті денесіне кіргізіп жібереміз крючокпен. Раз, два. Басының кез келген жеріне жіпті кіргізіп тартып жібересіздер. Болды. Құлағы осылайынан дайын. Енді қазір мордасын тігетін боламыз. Так, достар, енді қараңыздар. Мұрнын тігетін боламыз. Ол үшін маңдайынан бастайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей, 8 қатар. 8 қатардан төмен түсіп, 9-шының бойына міне осы мұрынды орналастырамыз. Егер де сіздердікі басқашалай болып шыққан болса, онда енді өздеріңіз қарайсыздар ғой. Міне маған где-то осы жерде мұрны нормально болатын сияқты. Сол себепті мен осы жерге тігетін боламын. Сәл жоғары көтерсем де болады, мінекей. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Сонда да міне 9-шының бойында, 9-шы қатардың бойында тұр. Енді бұны тігетін боламыз. Біріктіріп. Ол үшін, так. Мына қатарлар көріп тұрсыздар ғой, мына ряд. Мына инені тура мына тұрған жеріне мінекей кіргіземіз. Кіргізіп шығарамыз. Жақсылап тартыңыздар. Шығарып енді так.
тура мойнын мен басын біріктірген сияқты. Мына енді келесісі мынау. Мына осы мына ілмектен шығарамын. Инені алып тастасам болады уже. Осылайынан айландырып тігіп шығамыз, ешқандай қиындығы жоқ бұның. Каждый айландырған, каждый бағанның арасына кіргізіп. Так, бір кішкене ғана жер қалды. Енді осы жерде біз мұрнына осындай синтефонды салуды ұмытпауымыз керек. Сонда мұрны томпайып әдемі болып тұратын болады. Кішкене салып жіберейін. Болды. Енді ары қарай біріктіреміз. Мына қалған жіпті енді денесіне кіргізіп жасырып қалған көп болып тұр. Мына жерде артық, соны тігіп жіберсек болады. Қырқып тастасақ болады. Енді мұрнын мұрнын
кез келген жерінен міне осылайынан шығарып, кез келген жерінен болғанда мына астыңғы жағынан алып шығарып, мына жіпті 1-2 ілмек жасап жіберуіміз керек. И так, денесіне қарай жасырып кіргізіп жіберу керек. Жіптің кішкенесін кесіп тастадым. Осы жіпті мұрнын да, құлағын тіктік, қолын тіктік, енді аяғын тігетін боламыз. Достар, қараңыздар, енді аяғын тігетін боламыз. Аяғын так, денесінен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-ші қатардың бойына мені қойдым мен. Енді келесі аяғында дәл солай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-ші қатардың бойына қойған дұрыс болады. Инемен осылайынан қадаласаңыздар болады. Примерно қолмен параллельно былайынан міне тұру керек. Соған байқаңыздар, мән беріңіздер. Так. Аяғын тіккен кезде аяғын екі аяғында бірдей қылып тігу керек болады. Аяғын тіккенге мінекей осындай екі түйме керек болады. Өйткені аяғы бүйтіп жылжып отыру үшін осындай түймемен тігетін боламыз. Мінекей. Екі аяғын бірдей бүйтіп примерно салыстырып қараңыздар. Вроде бы бірдей сияқты. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сәл жоғарылатуым керек сияқты. Да, енді мінекей бірдей болды. Осылайынан аяғын түзілеп қойып алдық қой. Енді инені жіппен сабақтап, негізі ұзындау ине керек. Менде ұзындау ине жоқ. Сол себепті мен өзімде бар инемен қолданатын боламын. Мына ішкі жағынан кіргіземіз инені. Так, ішкі жағынан жіппен кіргізіп аламыз да. Енді мына аяғына кіргіземіз. Примерно ортасынан түйме тұрады деген жерге кіргізіңіздер.
мынаны енді мына инені мына дейін аяғынан шығаруымыз керек болады. Так. Көрдіңіздер ме, кішкентай инемен сәл ыңғайсыздау негізі. Ұзындау ине болу керек та. Мен сіздерге тек қазір көрсетіп қоям. Ина, так, жіпті кіргізген кезінде жақсылап мынаны тартыңыздар осылайынан. Тартып, енді Мен жақсылап тартып шығардым. Менде ұзындау ине жоқ, сол себепті маған қиындау кішкене. Сіздерде ұзындау ине мына түймелеріңізден шығып тұрса, онда өте жақсы ыңғайлы болады. Мына аяғын тіккен кезде мұқият болыңыздар. Мына аяқтың линиясымен бірдей болып мінекей тұру керек. Сол себепті. Так, мен инені алып тастасам болады. Жақсылап бүйтіп тартып отырып, келесі осылайынан келесі аяғына кіргіземіз. Осылайынан достар кіргізіп, екі аяғынан да бірдей кіріп шығып отыру керек. Осылайынан сол кезде ғана мына аяғы бүйтіп қимылдап тұратын болады. Соны ұмытпаңыздар. Маған сәл камераға түсіру қиын болып тұр. Сол себепті мен сіздерге примерно қалай тігілетінін көрсеттім. Яғни шыққан кезде сразу кіріп осы жағынан бірден өту керек. Сразу инеден шығып кіру керек. Тартып отырыңыздар міндетті түрде жіпті. Жіп тартылып отырса ғана жақсы болып тігіліп шығады. Достар, мінекей қараңыздар, мен тігіп алып келдім. Әйтеуір антып бүйтіп тігіп, мінекей датауы қатты тартқаннан көріп тұрсыздар ма, мінекей осылайынан бүйтіп іші тартылып былайынан шықты. Осындай болса, сіздердікі де дұрыс болып шығады. Яғни ол бүйтіп мінекей отыруға болады, тұрғызуға болады. Әйтеуір біз сыртынан көйлек тігетін боламыз, сол себепті ешнәрсе етпейді. Осылайынан қатты тартылып тігілу керек. Енді мына жібін тоже ішіне қарай, мінекей ішіне қарай кіргізіп түйін жасап, мына жібі сөгілмес үшін ішіне қарай кіргізіп жіберіңіздер. Өйткені сразу кесіп тастасаңыздар сөгіліп кетуі мүмкін. Бір-екі түйін жасап жіберейік. Енді осыны аяғына қарай, мына аяғына кіргізіп
мейлінше мына аяғын тіккен жіпті прям денесіне прям мақтасына кіргізіп прям осылайынан шығарып бірақ кесіңіздер, себебі так, и то мына жерде бір-екі түйін жасап жіберуге болады. Бұның барлығы сол жіп сөгіліп кетпес үшін. Енді мені кесіп алып тастасақ. Вот. Так, енді біз хвостигін тігетін боламыз. Так, қараңыздар, хвостигін тігетін боламыз. Осылайынан кез келген жаңа артқы жағынан бір ыңғайлы орын белгілеп. Енді осына так. Тура мұрнын тіккендей қылып айналдырып тігіп шығасыздар. Бұл біз хвостигіне уже ватаны салып қойғанбыз. Сол себепті бұл жерде уже ешнәрсе салмайтын боламыз. Мінекей болды, хвостигін тіктік, так, аяғын тіктік, қолын тіктік, енді көзін тігетін боламыз. Так, достар, қараңыздар, енді көзін тігетін боламыз. Ол үшін мінекей мен инелермен қадап-қадап, примерно мына мұрны тұр ғой, осы мұрнының жәнде примерно бір міні, осы бір ілмекпен, мына бір ілмек, осыдан жоғары қарай мінекей, осылайынан белгілеп шықсаңыздар болады, міне. Мен инемен белгілеп қойдым. Қарап отырсаңыздар, енді осы белгілер бойынша мен қазір көзін және мұрнын тігетін боламын. Міне, осындай көз болып шығу керек бізде. Ол үшін бізге так мулине жібі керек болады. Қара, мінекей. Енді қараңыздар, не істейміз? Мына жіпті алып, шетінен где-то мінекей шығарамыз да, так кіргізіп, бірінші так мұрнын тігетін боламыз. Так. Ине тұрған жерге шығардым.
мына жіптің соңғы жағын байламайсыздар. Бұны осылайынан кіргізесіздер де, мінекей. Примерно осыншалықты қылып қалдырып қоясыздар. Мына инесін алып тастасақ болады енді. Жіпті енді так примерно екі иненің ортасына кіргіземіз. Қайтадан жіп кірген жеріне шығарамыз. Осылай тартыңыздар. Так, енді мына қайтадан бастапқы жеріне кіргізіп, жәнінен шығарамыз. Мына ине тұрған жерден. Мына инені алып тастасақ болады. Енді мына ине тұрған жерден шығарамыз мінекей. Тағы бір-екі рет кіргізіп шығарамыз. Мынандай жіптері болса, былайынан қырқып тастасаңыздар болады. Так, енді дәл сол жерден кіргізіп, қайтадан енді көзін тігетін боламыз. Мына бірінші ине тұрған жерден. Так, инені шығарамын. Енді, так, көзін тігетін боламыз. Мына инесін алып тастасақ болады. Мына келесі екінші ине тұрған жерден кіргізіп, так, мына үшінші ине тұрған жерден шығарамыз. Енді мына екі инені алып тастасақ болады. Енді мына төртінші ине тұрған жерге кіргіземіз. Төртінші ине тұрған жерге кіргізіп, мына үшінші ине тұрды ғой. Сол шығарған жерден қайтадан не қыламыз мінекей. Осы жерден шығарамыз. Енді так, мына екінші ине тұрған жерге кіргізіп, бірінші так, ине кіргізген жерден шығарамыз. Так, достар, қараңыздар, мен сіздерге бірінші көзін тігіп түсіндіріп жатсам, менің телефонымның заряды өліп қалыпты. Мен даже байқамаппын да. Так, сол себепті сіздерге екінші көзінен бастап түсіндірейін. Мұрнын қалай тіккен түсірілген, ал көзі түсірілмей қалыпты. Сол себепті мына кірпік бірінші көзін тігіп атқан кездеріңізде мына кірпігінен шығарасыздар да. Мына екінші көзін қайтып тігетінін көрсетейін. Солай сіздер бірінші көзін тігетін боласыздар. Мінекей. Мына бірінші инеден шығарасыздар. Так. Мінекей. Шығардыңыздар ғой. Мінекей, кіргізіңіздер ғой енді. Мына бірінші ине тұрған жерге. Мына кірпіктен кейін сразу мына бірінші ине тұрған жерге шығардық. Осыдан мына екінші ине тұрған жерге кіргізіп, үшінші ине тұрған жерден шығарамыз міне. Мына үш инені алып тастасақ болады. Енді, так. Енді төртінші ине тұрған жерге кіргіземіз. Кіргізіп, төртінші ине тұрған жерге кіргізіп, мынау біз жаңағы
кіргізген мынау ине жаңа шығардық қой, тура осы жеттен қайтадан шығарамыз. Енді екінші ине тұрған жерге кіргіземіз да, бірінші ине кіргізген жерден шығарамыз. Шығардық. Енді қараңыздар. Мұқият қараңыздар. Мына инені, мына жіптің, мінекей көрдіңіздер ме? Мына жіптің астынан шығарасыздар. Шығардыңыздар. Енді келесі, мына жіпті мен былайынан алып, мына келесі жіп тұрған жерден соның астынан шығарасыздар. Шығардық. Мінекей тартасыздар. Енді мына үшінші жіп тұрған жердің соның мінекей мына жіпті былайынан алып шығарамыз астынан. Мінекей шығардық. Сонда біздің көзіміз тартқан кезінде мінекей дөңгеленіп көзге ұқсап шығады. Мінекей. Енді бұл жіпті мынау төртінші ине тұрған жерге кіргізіп, мына кірпікті былайынан қиғашынан мына жерден мінекей шығарамыз. Бұл бірінші кірпігі. Енді осы кіргізген жерімізден қайтадан шығарып, екінші кірпік осынан, міне ұзыннан жататын болады. Бірінші кірпігі, енді екінші кірпігін дәл сол жерге қайтадан кіргіземіз. Маған мұрнының жота несі, сызығы қысқа болып қалған сияқты, сол себепті мен қайтадан мұрнының үстінен бір сызық жасап жіберсем ба деп тұрмын. Мінекей көзі дайын. Мұрнның үстінен тағы да бір сызық жасап өтем да мен. И так сразу мына жіп бастаған жеріміз бар ғой, осы жерден шығаруым керек. Тағы да кішірек ине алып қойыппын мен. Осылайынан шығарасыздар. Мінекей достар, мен инемді шығарып алып келдім. Енді мына жіпті примерно осы мына жіптің ұзындығымен, алғашқы кіргізген жіптің ұзындығымен бірдей қылып кесіп тастаймыз да. Енді бұл екеуін байлап бір-біріне осылай байлайсыздар да. Мына жіпті крючокпен денесіне қарай кіргізіп жібересіздер. Денесіне байқатпай кіргізіп жібердік. Енді көзін қараңыздар, көзі, мұрны барлығы тігілді. Енді көйлегін тігетін боламыз.